Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Алдыңғы бейнероликтерде көрсеткеніндей құлпынай еккен болатынбыз. Және де сол құлпынайымыздың қазіргі жағдайын көрсетіп, және де оған бүгін витамин беретін боламыз. Ол қандай витамин десеңіздер, ол Биомаг компаниясының сұйық биогумусы. Және де бүгін тағы да бір көрсете кететін жағдай, міне байқасаңыздар, құлпынайымыздың жағдайы кішкене нашарлау болып тұр. Хлороз деген ауруға шалдығып жатыр екен. Міне енді басталып жатыр, мыналар жап-жасыл әдемі болып тұр, мынау сарғайып жатыр. Және де міне басқаларында көрсете кетейін. Міне байқасаңыздар, ара-арасында сарғаю басталып жатыр екен. Міне мына жақтарда кішкене жасыл болып әдемі болып тұр. Енді кішкене ары қарай жүрсек, міне байқайсыздар, сарғайып жатыр. Оған витамин қажет болып тұр. Сол себепті мен әдейіге осы Биомаг компаниясының сұйық биогумусын шашып, әрі тексеріп, тәжірибе ретінде солай жасап көрсем деп шешім қабылдадым. Соған байланысты, құдай қаласа, алдағы уақытта тағы да бейнероликтер түсіретін боламын. Міне осы Биомаг компаниясының сұйық биогумусы, осы хлороз деген құлпынайдың жапырағының сарғайып кетуіне соған пайдасы бар ма, жоқ па? Және де бұның қандай пайдалары бар? Осы құлпынайдың өсуіне, құлпынайдың жақсы жетілуіне, тамырының жетілуіне қандай пайдасы бар екен алдағы уақыттарда көрсететін боламын. Салыстырмалы түрде. Міне және тағы да бір көрсететін нәрсе. Міне байқасаңыздар, міне оң жағында, қазір енді мына неге камераға жөндеп түспеуі мүмкін, бірақ көрсетуге тырысамын. Мына байқасаңыздар, міне оң жақ беттегі, мына оң жақ беттегі егілген құлпынайлардың кішкене өсіп үлкендеу болып қалғанын байқайсыздар. Және де мынау сол жақ бетіндегі кішкене нашарлау болып тұр. Бұл неге десеңіздер, екеуінің егілу уақытысы арасы 10 күндей екеуінде айырмашылық бар. Міне 10 күннің өзінде қандай болып өсіп қалған, әжептәуір көтеріліп тұр, жайқалып өсіп жатыр. Ал мынау 10 күннен кейін егілген жағдай, бұл кішкене нашарлау болып тұр. Міне осылай 10 күннің өзі әжептәуір жаңағыдай айырмашылық береді екен. Енді сұйық биогумусты қалай пайдаланасың десеңіздер, дәл қазір негізгі пайдалануы 1 тонна суға, тамшылатып суаратын болсаңыздар, 1 тонна суға 5 литр сұйық биогумус қосасыздар. Міне мынадай бөше бізде 1 тонналық, егер тамшылатып суаратын болсақ, дәл соған осындай 5 литрлік бір канистр сұйық биогумус кетеді. Ал егер жапырақтан бүркіп шашатын болсақ, ол кезде 1 тонна суға 10 литр сұйық биогумус араластырамыз. Біз бүгін құлпынайларға бүркіп шашамыз деп шештік. Соған байланысты мен мынадай аппаратымыз бар. Осы аппаратқа дәл қазір 15 литр су құйдық. 15 литрға өзі есептеп шамалап сұйық биогумус қостық. Және де мынадай кәдімгі кір сабын ішінде. Негізі сұйық кір сабынды пайдаланған жақсы. Алайда бізде дәл қазір қолымызда сұйық кір сабын болмағандықтан біз қарапайым кәдімгі сабынды алып суға езіп, осылай араластырып біз шамалап қостық. Бұл сұйық кір сабын не үшін керек десеңіздер, осы сұйық биогумуспен араласып, мына құлпынайларымыздың және де басқа да қандай да өсімдіктерге шашатын болсақ, солардың жапырақтарына жабысуына, сұйық биогумустың жабысып ұзақ әсерін беруіне септігін тигізеді. Және де тағы да бір пайдасы бұл кір сабынның, ол мынау егілген егістігіміздегі құлпынайымыздың жапырағындағы зиянкестерден арылуға көмектеседі. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер деп ойлаймын. Құдай қаласа, дәл қазір шашатын боламыз, жапырақтан бүркіп беретін боламыз. Осы Биомаг компаниясының сұйық биогумусын қостық. Міне оның түрін көрсетіп жіберейін сіздерге. Ішінде жақсы көрінбей тұрған шығар. Жалпы түрі қоңыр түсті, қою. Міне қосып араластырдық. Ішіне сұйық кір сабынды да қостық. Биомаг компаниясының сұйық биогумусын араластырып, міне қазір шашайын деп жатырмыз. Сіздер жаңағы Биомаг компаниясының сұйық биогумусын мақтап жатыр екен, және де мыняға басқа бірдеңе қосып жіберді екен деп ойламасын деп әдейілеп көрсетіп жатырмын. Міне керек десеңіздер тағы да кішкене құйып жіберейін. Бұл таза табиғи тыңайтқыш болғаннан кейін бұның қанша артық қоссаңыздар да, көп қосып жіберсеңіздер де ешқандай зияны болмайды. Қайта пайдасы болмаса зияны жоқ. Міне, құдай қаласа, осыны қазір шашатын боламыз.
Құдай қаласа 10 күн арасын үзіп тағы да шашатын боламыз 2 мәрте. Сіздерге әр шашқанда нәтижесін көрсететін болам. Бүгін 12 сәуір 2023 жыл. Құдай қаласа ұстап жатқан оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Құдай қаласа өзіміз Қазақстанның ішінде азық-түлігімізді өзіміз қамтамасыз ететіндей, 100% болмаса да 80-90%-ға қамтамасыз ететіндей ауыл шаруашылығына көңіл бөлейік. Ең болмағанда өзіміздің есігіміздің алдында осындай құлпынайларды егіп, бұлай көп екпесеңіздер де 1-2 қатарын егіп, өздеріңіз үйде бала-шағаларыңызға жегізіп, және де басқа да дән-дақылдарды егіп, өздеріңіз таза табиғи өнім тұтыныңыздар. Және тағы да бір айта кететін жағдай, ол сұйық биогумусты сыртын көрсетіп жіберейін сіздерге. Құрамында химия жоқ, нитраттар деңгейін төмендетеді дейді. Ол деген сөз адам баласына, бала-шағамызға, өзімізге де ешқандай зияны жоқ деген мағынаны береді. Одан кейінгі топырақты табиғи сауықтыру, топырақты қайта қалпына келтіреді екен, және де тұқымның көтерілуін және пісуін 2-3 аптаға тездетеді дейді. Құдай қаласа осы Биомак компаниясының сұйық биогумусын пайдаланып жатырмыз, және де алдағы уақыттарда нәтижесімен өздеріңізбен бөлісетін болам. Міне осылай бүгін Биомак компаниясының сұйық биогумусын пайдаланып, сіздерге алдағы уақытта нәтижесін айтатын боламыз. Бұл сұйық биогумусты дәл қазір шашсақ, арада 10 күн өткізіп, тағы да бір рет шашу керек. Содан кейін тағы да арада 10 күн өткізіп, тағы да бір рет шашу керек. Сонда 3 рет шашылады. Сол 3 рет шашылғаннан кейін толық нәтижесін беретін болады. Осы бейнероликтер ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, үлгілеріңізді басып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне сарғайып жатқан жапырақтарына шашып жатырмын. Осы Биомак компаниясының сұйық биогумусының әсерін алдағы уақыттарда көрсететін болам.